Кеңес өкіметі обал не керек әдебиет пен өнерге оң көзімен қарады. Басқаны былай қойғанда, жазушы баспасының өзі орта есеппен күніне бір кітаптан шығарып тұрды. Қазақ кітаптарының таралымы да жақсы болып тұрды. Таралымы көбейген сайын авторлардың алатын қаламақылары да қомақылана түсті. Туысқан халықтар арасындағы мәдени, әдеби байланыста даму үстіне дами берді. Ұлт республикалары бірін-бірі шақырып, мәдениет күндері бірінен соң бірі өтіп жатты. Бұл тұрғыдан келгенде ешқандай кемшілік жоқты. Барлық бәле идеологияда еді. Марксизм, ленинизм ғылым емес, догмаға айналды. Сол ресми идеологияға қарсы келмек түгілі қайшы пікір айтудың өзінен қалдық. Цензура өрісімізді шектеп, өзіңше ойлауға, әсіресе өзіңше жазуға мүмкіндік бермеді. Бұл бірақ шынтуайтқа келгенде социализмнің немесе коммунизмнің кемшілігі емес, осы коммунистік идеяны іске асырушы көсемдердің кінәсі еді. Сталин көп нәрсені біле тұра керісінше істеді. Елді де, халықты да аямады. Ал одан кейін өкімет басына өңшең бір сауатсыз, жартылай надан бригадирлер келді. Сөйтіп ақыр аяғында кеңес өкіметін құлатып тындық. Бұл енді өз алдына арнайы әңгіме. Жай әңгіме ғана емес, кітап. Оны жазуға уақыт жоқ. Уақыт табылып жатса, қайта айналып соғуымыз мүмкін. Ал әзірше сол бір келмеске кеткен шала коммунизмнің көңілден шыққан кейбір әрекеттері туралы айтып көрсек. Соның бірі әдеби-мәдени байланыс. Жылына бір емес, бірнеше жерге сапар шегіп, бір емес, бірнеше қонақ қабылдайтынбыз. Ең кем дегенде жылына бір мәрте бір ұлт республикасында әдебиет күндері өтетін. Соның біреуі біздің Қазақстанда жоспарланып, өзіміздің орталық партия комитеті бір делегацияға жетекшілік етуді маған тапсырды. Ол делегацияның құрамына Грузияның халық жазушысы, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Грузия ғылым академиясының президенті, Грузия жоғарғы кеңесінің төрағасы, ақын Иракли Абашидзе, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Малқар ақыны Қайсын Құлиев, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты Давид Кугилтинов, Башқұрдың ақын драматургы Рафаэль Сафиндер кірді. Өңшең бір сен тұр, мен атайын. Бармаған жері, көрмеген дастархандары жоқ Давид пен Қайсын керек десеңдер, айдауда болып, Хрущев кезінде ақталып шыққандар. Рафаэль болса, менен бірақ жас үлкен, ал қалған үшеуі қай-қай жағынан да маған аға. Баратын жеріміз Семей облысы Абай ауданы. Самолет таң атар-атпастан тіптен ерте ұшады. Мен оларды түнгі 4-терде барып, қонақ үйден алып шықтым. Барсам, Иракли өз нөмірінде ұйықтап жатса керек. Ал Давид пен Қайсын біреуінің бөлмесінде түннің бір уақ екен демей ішіп отыр екен. Бір бутылка коньякты босатып, екіншісін аяқтауға тақалыпты. Барған соң маған да құйды әрине. Мұндай серлерге жетекші болуда оңай шаруа емес. Оларды орындарынан тұрғызып алып шығудың өзі қиямет қайым. Әйтеуір бар дипломатиямды салып, жылы-жылы сөйлеп машинаға отырғыздым. Ешқандай кедергі бола қойған жоқ. Аллалап аэропортқа да жеттік. Депутаттар бөлмесіне апарып орналастырдым. Кезекші қыздарға билеттер мен паспорттарын тапсырдық. Бір мезгілде Қайсын ағамыз, мен бармайым, ешқайда бармайым деді. Шынын айту керек, шошып кеттім. Неге Қайсын аға дедім. Негесі жоқ. Сен жаңа асықтырып, ішіп отырған коньягымызды да тауыспай кеттік. Өй, коньяк проблема емес қой, Қайсын аға. Ендеше, бұл жерде буфет болуға тиіс қой. Бар, жүріңіздер дедім. Бүкіл делегация болып жоғарға шықтық. 5 адамбыз. Бір бутылканы алып, пышақпен кескендей бөліп іштік. Коньяктың жарасы жеңіл,
тек қана қонақтарым мас боп қалмаса, ауырып қалмаса болғаны. Қуанышына орай көпті көрген көкжалдар ғой, қонақтарым қызу, бірақ мас емес. Мас болмаса да көңілді. Тағы да ішеміз деп айтамы деп қорқып едім, абырой болғанда ондай қылық көрсеткен жоқ. Аман есен самолетке отырдық. Еш жерге тоқтамай бірден Семей аэропортына жетіп қондық. Әдеттегідей құшақ гүлмен қарсы алды. Қонақ үйлерге апармай бірден облыстық партия комитетіне тартты. Жұмыс күні жаңа басталған. Облыстың бірінші басшысы қабылдады. Ешқайда алып кетпей, сол үйдің ішінде банкет берді. Таң жаңатты ғой деген ешкім жоқ. Партия комитетінің асханасында аспен бірге арақ шарап қоса келді. Қазір тура осы арадан Абай ауданына аттанатын шығармыз. Жолда әжептәуір ұзақ. Машинамен біраз жүруге тура келеді. Мен өзім қонақтарымды аяп отырмын. Бірақ аяғанда не істеймін? Өзімде жетісіп отырғаным жоқ. Тек қонақтарымды елге аман есен жеткізгеніме мәзбін. Бірақ олас, бұл жермен шаруа бітпейді. Кейін оларды Алматыға аман есен жеткізуім керек. Әркімді өз еліне шығарып салуым қажет. Мына шуымізге қарағанда жағдай қалай болар екен деп қобалжи бергенімде, жігіттер деді Қайсын Құлиев. Мен өзімнің қалай шетінімді осы бір күннің ішінде көрсеттім ау деймін. Енді мені қинамаңдар. Шаршап отырым және түсінбей отырым. Мынау менің иығымдағы менің басым ба, әлде Расул Ғамзатовтың басы ма? Мәскеуден шығарда сонымен отырып ішкен едім. Ауысып кеткен ғой шамасы. Менің басым өйте қоймайтын еді. Сірә сол Расулдың басы болар. Қатты ауырып отыр. Дастархан басындағылардың бәрі жаппай күлді. Қайсын Құлиевке бір разы болғаным, сол банкеттен бастап кетер-кеткенше аузына ара қалған жоқ. Жұмыс жоспары аяқ астынан өзгеріп, қонақтар сол күні Семейдің өзінде қалып, қала аралайтын болды. Кешке дәрігерлік институттың студенттерімен кездесу. Институттың конференц залында ине шаншар жер жоқ. Халық өте көп. Есік терезенің бәрі ашық. Соған қарамай қапырық. Жыр-сүйер қауым қонақтарды аспанға көтеріп қарсы алды. Үш ақсақал яки Иракли Давид Қайсыннан кейін Рафаэль өлең оқыды. Оның орысша аудармасы сондай сәтті, сондай әдемі екен. Тыңдармандар жақсы қабылдады. 5-ші болып мінбеге мен шықтым. Семей облысында менің оқырмандарым өте көп. Соны біле тұра кешірім сұрап, аудармаларымды оқыдым. Тынып отырған зал ду-ду қол соқты. Қонақтардың бәрінің көзі менде. Жұрт сабасына түсіп, абыр-дабыр басылған кезде екінші өлеңді оқыдым. Жайып келіп жібердің сен шашыңды, жұпар иіс, жұмақ гүлі шашылды, жұрт білмейтін бір құпия ашылды, жайып келіп жібердің сен шашыңды. Жауын шашын жауып кетті денеңді, жуып шайып іштегі шершеменді, шырқау көкке жеткізді бір төбемді, жауын шашын жауып кетті денеңді. Сүмбіл шашты судай төгіп жібердің, ақын емес, асау тілі шедерлі, сарбаз болып кеттім батыр жігерлі, сүмбіл шашты судай төгіп жібердің. Қою шашты қоя бердің еркіне, шарап болдың, шипа болдың дертіме, ішпей жемей мас болдым мен көркіңе, қою шашты қоя бердің еркіңе. Қол соққандар аз болғандай бүкіл зал орнынан тұрып кетті. Құрметті жыр құмар қауым, бұл өлеңдер менің өлеңдерім емес, Қайсын ағаның өлеңдері. Мен тек аудармашымын дедім. Осы сөзді айтуым мұң екен, ел өршелене қол соқты. Мен келіп орныма отыра беріп едім, Қайсын Құлиев атып тұрып құшақтап, қолымнан ұстап, мені мінбеге қайта алып шықты. Біздің тілдеріміз онсыз да туыс тіл. Оның үстіне мен мына тұрған Қырғызстанда айдауда болдым. Сонда Қордайдың қазақтарымен қатты араластым.
Қазақша жақсы түсінем. Жаңа Қадыр өлең оқыған кезде мен қатты таңғалып отырдым. Өлең маған өте таныс көрінді. Сөйтсем, менің өз өлеңдерім екен ғой. Ал мен сендерге бір шындық айтайын. Қадырдың аудармасы түпнұсқадан мықты, керемет аударған деді. Қайсын аға, мен сіздің өлеңіңізге ештеңе қосқан жоқпын дедім. Мүмкін, бірақ қазақша тігісін жатқызып жіберіпсің. Аударма емес, қазақ ақыны жазған жыр сияқты. Мен орыс тілінен басталып, біраз тілге аударылдым. Мына аударма солардың бәрінен де көркем. Енді өзіңнің бір өлеңіңді оқы деп мені мінбеде қалдырып, өзі орнына барып отырды. Қайсын аға, рахмет. Бірақ мен бәрібір өз өлеңімді оқымаймын. Сіздің тағы бір аудармаңызды оқиын дедім. Туған жердің топырағы үшін біз не көрмедік үлкеніміз кішіміз. Терім сіңген, қаным сіңген қоныста тағы соны тұрмын міне уыстап. Денесіне жаңбыр өтіп, сыз өтіп, мәңгі бақи жер қалады біз кетіп, соқа ұстаған қамыт салған мойнына, диханын да әлдилейді ол қойнында. Жер ананың шаңын қаққан сабалап, жындыларда жатыр соны паналап, мейлі немен тынсын соғыс аяғы, бір қара жер, сол қара жер баяғы. Пысқырмаймыз, сөйлесе жау ырымдап, дархан дала, тәкаппар тау барында, жұртым менің жер ұйықты ұрған ба, туған жердің топырағы тұрғанда. Өлеңді түгелдей бітірген бойда соңғы екі тармағын қайталап тағы оқыдым. Обал не керек, Семей о бастан-ақ өлең өлкесі ғой. Бұл өлеңді де жылы қабылдады. Қайсын орнынан тұрып мені құшақтады. Давид пен Иракли қызғана да, қызыға да қарап отырды. Бұл кездесу күндіз өтті. Түскі тамақты ішіп, сәл-пәл демалғаннан кейін телестудияға кеттік. Қонақтар, әсіресе Иракли, оған да таң қалды. Бізде бүкіл Грузияда бір ғана телестудия бар. Ол әрине Астанада. Грузияны айтамау, мен жақында Түркиядан оралдым. Онда да бірақ студия. Ел алдына шығып сөйлеу үшін, тек сол үшін Стамбулдан Анкараға баруға тура келді. Ал сендерде облыс орталығы сайын бір телестудия. Не деген бай, не деген мықты республика, деді ол. Телестудиядағы әңгіме орыс тілінде жүрді. Қонақтардың қай-қайсысы да орысша ағып тұр. Шешіліп ақ сөйледі. Халықтар достығы туралы саясаткерлер емес, ақындар сөйлеу керек екен ғой. Шын көңілден ақ көңіл, ақ ниетпен ақтарыла айтты. Біз Рафаэль екеуміз орысша аудармаларымызды оқыдық. Мен Лев Щегловтың аудармасында туғаннан соң туу керек деген жалғыз өлеңмен шектелдім. Телестудия клуб емес, мәжіліс зал емес. Елдің қалай қабылдап жатқанын көріп отырмайсың. Ол жағы маған беймәлім. Ал студияда менің оқыған бұл өлеңім Иракли Абашидзеге қатты ұнады. Өте жақсы өлең. Түпнұсқадан білмесең де аудармаға қарап отырып сезуге болады. Өлең ретінде де, философия ретінде де жақсы, жинақы, шымыр, шымқай деді. Әдебиетке қазір мүлдем жаңа буын, жаңа дарындар келді. Біздер кәрі тарландар ақырын кеткенімізді білдірмей орын босатуымыз керек. Грузин ағайындар жөнінде қалыптасып қалған әжеп тәуір пікірім бар еді. Иракли Абашидзе соның бәрін быт-шыт қылды. Ол маған тіпті грузин емес сияқты көрінді. Ешқандай алып ұшпа, жасанды серілік, оқыс әрекет білінбейді. Өте сабырлы, өте парасатты, өте демократ. Әңгімелері де әдемі. Бірақ қаншама қызықты көрінгенімен ол айтқан хикаяттарды қайталап айтудың өзі қиын. Және кітаптың табиғи көлеміне нұқсан келтіреді ғой деп ойлаймын. Ал айтпасам, Ираклидің көп қырлы қасиетінің бір қыры ашылмай қалатын тәрізді. Көптік жасап, артық көрініп жатса, кейін қысқарта саларым. Сол әңгімелердің біреуін ықшамдап, баяндап берейін.
бір жылдары біздің елге Михаил Иванович Калинин келіп, Грузияның біраз жерін аралапты. Аралап жүріп, жол бойындағы бір духанға соғып тамақтаныпты. Кетерде ақшасын бермек болған Калининнің духан иесі халықтық дәстүр бойынша мен қонақтан ақы алмайым деп қасарады. Ал мен заң шығарып отырған жердің төрағасымын. Заң бойынша мен жеген тамағым үшін бірдеңе төлеуге тиістімін. Өзім шығарған заңды өзім бұза алмаймын. Мені әдейі ренжіткіңіз келмесе, дәмнің ақысын алыңыз дейді Калинин. Жоқ, алмайым. Қалай ренжісеңіз де ала алмайым. Әр халықтың өз заңы бар. Мен өз ұлтымның үрдісін өліп кетсем де бұзбақ емеспін дейді духан иесі. Михаил Иванович не істерін білмейді. Алыңыз, алыңыз деп жалынады. Сонда қонақ иесі: онда былай етейік, құрметті мейман. Сіз Мәскеуге аман есен оралғаннан кейін осы жеген тамағыңыздың құнына, дәм тұзыңызға, көрсеткен сый құрметіңізге рахмет. Михаил Калинин деп телеграмма берсеңіз жетіп жатыр дейді. Бәрібір ақша алмайтынына көзі жеткен КСРО жоғарғы кеңесінің төрағасы күледі де келісім береді. Көп кешікпей духан иесі өзі қалаған телеграммасын алады. Оны қымбат жақтауға салып, духанның кіре берісіне іліп қояды. Содан кейін бірде-бір финанс инспекторы одан салық талап ете алмайды. Прозаға бәрін көз алдыңа келіп, асықпай тәптіштеп жазған жарасады. Бірақ, әттең, уақыт жағы тапша. Денсаулықта мықты емес, шаршап қалам. Оның аяғы ауруханаға барып тіреледі. Жылағаннан не пайда. Сапардың аяғы Абай ауылымен аяқталды. Палуан күресте болды, аударыспақта болды, ат жарыста болды, қыз қууда болды. Қымыз ішіп сусындап отырып, ауыл таланттарының өнерімен де танысты. Сүйсінді, көңілдерін көтерді. Бір сөзбен айтқанда, разы көңіл күйімен желпініп, сергіп қайтты.